Қайырлы күн. Бүгін біз көз айналасына арналған массаж жасаймыз. Көздің астындағы ісікті кетіріп, көздің жанындағы майда әжімдерді кетіреді. Сондай-ақ көздің жақсы көруін жақсартып, көздің шаршағанын басады. Менімен бірге соңына дейін бірге жасап, нәтижесін бірге көрейік. Ең алдымен Әдемі Ай компаниясының майын қолымызға жақсылап тұрып жағып аламыз. Ең бірінші қолымызды жақсылап қыздырамыз. Саусақтарымызды бәрін жақсылап уқалап аламыз. Содан соң бетімізге майды жағамыз. Бастайық. Сұқ саусағымызды бүгіп, көздің астын жайлап басамыз. Және дәл солай үстінде басып шығамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Көздеріңізді жұмып жасасаңыздар да болады. Көздің жанында көптеген нүктелер бар. Сол нүктелерді оятамыз. Сол кезде көздің шаршағанын бірден сезесіз. Мен осы 1 минутта жасаған өзінде көзім әлдеқайда демалып қалды. Енді келесі қабақты көтеруге арналады. Ең бірінші қастың шетіне, ортасына және басына саусақтарымызды қоямыз. Және осы нүктелерді жайлап басып массаж жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Қайтадан аламыз, қайтадан басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қайтадан аламыз және қайтып басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және қайтып алып, осылай жалғастырамыз. Келесі жаттығу самайымызға массаж жасаймыз. Самай. Беттің барлығы көзбен тығыз байланысты. Ол үшін саусақтарымызды осылай жұдырығымызды тиіп, екі самайымызды шаштың түбіне қарай осылай тартып массаж жасаймыз.
келесі жаттығу алақанымызды осы майымызға қойып, осылай басымызды оңға қарай бұрып, көзімізді тартқан сияқты осылай жоғары тартып ұстап тұрамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Екі саусағымызды қастың басына және екінші саусағымызды көздің екі шетіне қойып, осылай екі жаққа тартамыз. Осылай ұстап тұрып, көзімізді қысамыз. Және соңғы жаттығу қолымызды қатты қыздырып, екі көзімізге басамыз. Көзіміздің айналасын жайлап осылай басамыз. Және толықтай бетімізді басып шығамыз. Және ең соңғы кезекте бетімізді міндетті түрде майды қолданғаннан кейін салқын суға орамалды қойып, бетімізді жақсылап сүртеміз. Олай жасамаған жағдайда беттеріңізге бөртпелер шығып кетуі мүмкін. Содан кейін міндетті түрде уақыттарыңыз болып жатса, беттеріңізге маска жасап алсаңыздар болады. Маска жасап, 15-20 минут жата тұрсаңыздар, тіптен керемет. Ұйықтар алдында жасасаңыздар өте таңертең күшті болып тұрасыздар. Рахмет сіздерге, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.